сол мына сегіз қырлы бір сырлы болу дегеннің өзі мына қолдың икемділігін айтады. Енді қазақта қолдың икемділігі көбісі біздің домбырамен не қылады ғой? Саусақтың икемділігі. Мына қарашы домбыраның енді. Соған кеткен, бірақ сол енді қанша домбырашный болғанмен қазір қаншама өнердің түрі бар. Ана зергерлік нәрсе бар. Солардың бәрі ана саусақтың икемділігін келтіреді. Яғни айтқанда, ана қол ол ойлау қабілетін не қылады, оймен басқару. Сен қарап отырсаң, ана суретшілердің өзіне, ол да енді бір не ғой, қарап отырсаң, ол ана қалай ойлайды, қол солай қозғалады. Міне ой қуатының деген. Қандай өрнеген сен қалай ойлайсың, қолың солай қозғалады. Ана сондай өнерлерді де ол меңгеру керек. Сондықтан ана сол қолдың саусақтың икемдігі, екі қолың деген. Көбісі көп ана өнерді қарасаң, оң қолмен істейді да, сол қол жұмыс істемейді. Сол қолда істеу керек. Сол қол қоса. Мен сол жаңа сағат жөндеуде, сол кезде сол майда шүйда соны қана екі қол бірдей жұмыс істемесе, соны жаңа рубинді анкер ғой, кішкентай, өзі әйелдің сағаты, өзі ана кішкентай, оның рубин тасы, оның соған байланыс. Соны ауыстыруға болады дегенді, сол сырды 3-4 адам бар екен, сондай деп. Соны естінде мен енді алдымда сол қалай да соны сөйтсем, ол ана магниттердің өзі не болу керек, дем алмай отыру керек. Ана дем алсаң ұшып кетеді, жоқ, тауып алмай қаласың да. Соны ауыстырып, мен қаншама сағат жөндедім да. Сосын соны ауыстырғаннан кейін, ана өнерді еренде жүрген деген, мұны не айтам, өнерді еренде жүрген деген, адам бір өнердің бір неген кезде, ол өнерді әрі қарай істегісі келмейді. Естеріңде болсын. Сендер өнердің шыңына жетсеңдер, ол өнерді әрі қарай істегің келмейді да. Осы бұл ана шындық шабытқа. Бір нәрсені меңгердің бе, әрі қарай оны көп не қойды, екінші нәрсеге. Үшінші нәрсені, соны қашан, соны бір меңгергенше. Бұл заңлық. Сонда анау саусақтың икемділігі, сол анау кейіннен мен энергетик болып жұмыс істедім, сапқаным. Қарасаң анау погрузчик деген бар, не тиетін. Мотор тұр, коробка тұр, үстінде анау лентасы тұр. Егерде ана коробка бұзылса, бәрін лентаны да аласың, моторды да аласың, сөйтіп коробка барасың да. Соның ішінде бір шесіріне түсіп кет екен, бәрі жалп, кешеден бері бұл қырман не болып тұр, мен келе қалдым. Не қылып жатсыңдар десем, ана ішінде бір ана шесіріне түсіп кеткен, соны алынбай жатырмыз дейді. Сым тығады, не қылады, неше түрлі магнит болмайды. Сосын мен енді жаңалақтығым бар. Ана инженерге айттым, бас инженерге. Бір жәшік қоясыз, мен алып берейін дедім да. Ол қарады да, маған қарады, қоямын деп тап осыны жасайсың ба деді. Енді біледі ғой. Сосын алынды, ол ана оң қол келмейді. Оң қол келсең, ана иығың сыймай қалады. Ана сол жағына келді. Мен сол қолымдан ішінен тықтым да, бір 2 метр күшін алып шықтым да, өйтіп бердім. Бәрі таңғалып, соны қалай дейді да. Ана сол анау саусақтың ана шештің сол қимыл. Сол кезде мен өзім де білмеймін. Қалай алғанымды. Ана саусақтың қимылы, саусағым сонда. Мынау саусақтың сол жұмыс ету осы өнерге байланысты. Өнерге байланысты. Көп жағдайда қазір ана өнерлердің жаңа сұлтанның несін шығып кетті, ана келтіре алмайды, не болады. Не ол әлі ой менен саусақ бірге қимылдамайды деген сөз. Сондықтан оның не ол зергерлік болады, сондай өнермен айналысу керек. Сосын енді кеше біраз әңгімелер айтты ғой, бұл келіп менен бір күн бұрын келіп, осы сұхбат құрғанның өзінде де ауылдың 6 ауызы деген болады. Сол ауылдың 6 ауызы мен айттым әлі дедім. Мен әрі қарай енді қонаққа дейін өздерің жасай бересіңдер енді. Мына еркектің қазіргі енді қарасаң бәріміз енді білімдіміз, білім бар, айту өнер бар. Бірақ соны біз енді анау өнерлі болдық, ақыл деп ойлаймыз. Кезінде мен енді мына не жағында, көлік жөндеу жағында кейін соны кетіп қалдым. Сосын ана білмейтін жоқ, ананы да істеймін, мынаны, сосын тарихқа да араласа беремін, анаға да араласа беремін. Жұрттың бәрі менен ақыл сұрайды да, сосын мен өзім ойладым, мен ақыл екенмін дедім де шынында. Ақылым деп ойладым, өйткені қарасаң, не жерсі маған келіп сұрайды да, ананы қалай қыламын, мынаны қалайын деп, ағайындардың арасында да. Бәрі де сөйтіп ақылды болдым да, кейін Құранды оқығаннан кейін барып, мен әлі түсіндім, ақымақ екенімді сонда түсіндім да. Себебі неге? Мынау ақыл дегенді, ол мынау жақсы ғой, өмірдің тәжірибесі. Әйел адамнан артық ақыл жоқ. Қазір қарап отырсаң, ана өмірдің бүкіл тіршілігін. Бірақ ол ақылдың несі, мына жете сана деген қазақтың ол сөзбен байланысты. Сондықтан
қазақтың сөзін дамытпау үшін қазақтың ақылын не айтын бұл масондық жүйенің несі оны екі жақтан да не қылып отыр. ақш-тан да не қылып отыр. Екінші оны орыс мемлекеті. Осы екі мемлекет бұлар не отыр? Бұлардың арасында мына сөздің үстемдігіменен бүкіл соғыста бәрі сонан пайда болып жатыр да. Украина менен арадағы соғыс неден пайда болды? Демилитаризация дейді да, денификация дейді да. Сөз 2014 жылдан бастап украиндықтар біздер сені бандеровскіміз, сендер орыстарды қыламыз, мұны жоямыз. Қазақын қазір айтып қаттық, орыс өйтті деген. Сондай неме саясатпен болды да 12.700 адам өлді. Сол ана сөздерін тыйды. Неге сендер орысша сөйлейсіңдер деп. Ол қайта Путин айтты. Соғыстан басталып кетті, сөзден басталып кетті да. Енді сол сөзбен аяқталу керектік та бірін түсіне алмай жатыр да. Бұл жерде экономика не дегенің бәрі келіп сөзге тіреледі. Орыстың тілін қалдыру керек па, керек па, ана жерді сылтау қылып жатыр да. Қазіргі осы қазақ болын жетқанның бәрі біздің бір-бірімізді түсіне алып жатқанның бәрі сол сөзге келіп тіреледі. Сол енді біздің айтады да біріміз етек бас деген ұғытта біз әйелдік деңгейде сөйлейміз қазір. Дүние тіршілігіменен, үшкіндікпенен деген. Енді сонан ақ белгілі мынау неде бір жаңа физикте ылғи керемет сонда әңгіме жазып жүргендіктер, сөйтсе мынау журналшы екен да сөйтіп. Өзі такси болып жүрген, сөйтіп сосын жұмысқадым. Сол енді анау керемет бір нелерді айтты, соның бәрі жұрттың бәрі соны тыңдайды. Енді бүгін қарасам соны жазып қойыпты, анау дейді, мен пойызда келе жатырмын дейді, келіп шықсақ дейік бәріміз де енді еркектер түсе қалдық да енді шылымдан не қылдық дейді да. Сол ғой, рас қой енді. Шылымызды не қылып тұр тоқтаған кезде. Қарасам дейді, бәрі бұрқын, мен де сөйтіп сол өзімді не қылып алайын деп шылым шегіп, енді дейді, мен енді шылымды тастайын десем дейді, бәрі неге рельске лақтырып тастап жатыр енді. Мен соған арым жібермеді дейді да. Мен соны айттым да, мынау сендердің осы айтып отқандарың қарап отырсаң, сынағандарыңнан. Осы жындылық деп. Мен кім болсаң өз. Сол шылымды шегу арқылы сен әйеліңнің қаны бұзылып жатыр. Варикозный расширение деген соны еркектердің шылым шегуінен. Әйелдердің жатыры бұзылып жатыр. Еркен соны балдарың сасық естіп беріп жатсыңдар. Сөйтіп отырып, енді анау дейді, үкімет неге жейді сондай жерге қоқысын елді қоймайды, заң шығару керек. Мен айттым, оған ондай заң емес. Шылымды тастаған үшін заң шығару керек. Сосын дінкасыменен анықтау керек, кімнің оны тастайын, сөйтіп артынан жіберу керек. Мойындарыңа қалтан асылып алыңдар. Темекінің қалдығын не қылатын, қалталарыңа салып алыңдар деп. Соларды оны неге айтып отырмын? Сол ең ақылды деп халық тыңдап отыр да соны жазғандарын. Жазып отқандай, олар енді өздерін Ербол Мәндібек, мен осы тектім дейді. Осы арсыздық, тексіздік міне осы кез келгенді жалаң басып отырып, бүкіл нені айтып отыр, Махамбет өткен деп басы жалаң басып отыр да. Мен талайына осы айтамыз. Сенде басыңды қорғай алмай жүргенде сен қандай қазақсың? Басыңның қадір жоқ. Ал қадір деген не ол? Құран. Бәрі Құранмен байланысты. Соны қазір енді сендер осыны айту керек. Енді мына жерде біраз нәрселердің кешеде айтылып жатыр ғой. Бұл жердегі не жетіспейді қазір біздегі? Сол әлі біздің біріміздің ойымызды біріміз түсінбейміз. Яғни біріміздің ойымыз неге түспейді? Сол ақылдың төмендігінен болып тұр да. Ақылдың төмендігінен болып тұр. Ақыл неге төмен? Қарасаң, жастарың келген бәрім. Сөзді түсінбейсіңдер, сол сөзден сынай білу керек. Кезінде біздің қазақтың бүкіл тойы болсын, құдайы болсын, қандай не болсын, бәрі сол кезде бірінші сөзбен еді. Ой, сен Нұрғиса бай келді. Ол деп отыр, Нұрғисан бірақ сөзбен ұстап алады. Сен пәлен кедейін, пәленше деген кедейін жүр ғой, алақан жайып деген сияқты. Осы сөзге тоқтағанда, бір сөзге соған айыппұлын төлеген. Бізде қазір сөздің қадірін білмегеннен кейін ол ақыл ешқашан өспейді.
сөздің қадірін білу деген сол енді соны айта білу керек, соны жеткізе білу керек, сөйлеуді меңгеру керек. Қазіргі осы көбісінің еркектер мен әйелдің арасында сынақ болады. Неден сынақ болады? Сол сынақ неге түседі? Білесіңдер ма? Еркектің ақылы өспегеннен болады да. Әйелдің ақылы қалыпты, мейлі ол жаңағы тығылмайтын шығар, шариғатты ұстағысы келмейтін шығар, немесе шариғат намаз оқыған болатын шығар. Бірақ еркекпен сол араларында сол қарама-қайшылық неден пайда болады? Барлығы сол әркім өзінің деңгейінде еркек, яғни қуат қоса алмағандан болып жатыр да. Еркектің ақылы жоғарыласа, сенің ақылың жоғарыласа, сол міндетті түрде Алланың сол саған беретін несі бар, сенің мысың болады да. Мен оны іс жүзінде тексердім. Небір кәдімгі сондай әйелдер болды ғой. Айтқанға көнбейтін бүйтпақ әйелдер болды. Солардың сонда бір-ақ сөзбенен қайтып маңыма жолама кеткендерін көрдім да. Енді ол қой ең қиыны өзің әйелің. Ең қиыны болды. Сондықтан мен сөзбен жаттықтым. Сөзім бәрін алып тастадым, дұрыс сөйлеуді меңгердім. Сол сөйлеуді меңгерген сайын Алла тағаламен өткен менде іс-әрекет бар. Еңбек ететін айту бар, қуат жұмсаватым. Бірақ сонда неге мен сондай неге түстім деген ой болды да. Неге мен сондай жағдай, балдарды қарасаң, бірдеме айтсаң, я дейді, папа я дейді, мақұл дейді. Бір рет айтасың, екі рет айтасың, үш рет айтасың, жоқ. Бәрі істемейді. Шешесінің несі кіріп кеткен да. Айыл болса да. Сонан кейін бар, менің осы мына сөзім тарата бағыстағаннан кейін, сөзімді жүргізіп жұртқа өткеннен сондай деп пайда болды. Бір күні әйелден мен ауылға барайын деп едім дейді да. Мен ұқсат берсем барасың, ұқсат бермесем қайдан барасың дедім да. Соны сен деймін, мен сен дейді, ақша болса сенің ұқсатыңа мен қарайын ба деді да. Сол екен, бір кезде анау ақсап келіп тұр, құлаған ғой мен, итеріп жіберіп. Айтты, мені өзіңнен көр, тіліңді абайламайсың ба деп. Үндемей қоя салмайсың ба деп. Сонан өтті бір күн айтады, ұқсат бересің ба дейді. Енді ана қорқыныш пайда болды ғой. Неге? Мен сол ауылға барып келейін деп едім. Ана пәленшені билетке жіберіп қойдым дейді да. Сен берсең де, бермесең де билетке беріп қойдым деген ғой. Қап дедім, мынау тағы. Көрдің ба сөзім? Сол күн бір кезде әжетханаға барып, телефон сол қалпымен қалтасынан секіріп түскенде әжетханадан бір-ақ шыққан ғой. Айтым, енді өзіңнен көр енді. Тілден деп. Солай ескерткеннен кейін әйелге қорқыныш кіре бастады. Ол қалғандар оңай, бір-ақ сөзбен қолатсаң, бір жерге барып қалады, сосын менен айналып қашатындығын. Ол неге? Осы анау осы сөзі меңгергеннен пайда болды да. Кім жеті атасын білмеген жетесіз дейді ғой. Біз неге ата дегенді ойлаймыз, мен пәлен түген әкем ұрығым санап алсам деп. Ата деген, жеті ата деген сол жеті сөздің деңгейін айтады да. Жеті деңгейін айтады, жеті үнмен сөйлеуді айтады да. Сол жеті үнмен сөйлеуді Шәкәрім атамыз айтып кеткен да. Ер қосқақ пен сөз қосқақ. Міне жете деген сол. Кейбіреулер бар дейді, ердің алды биік, арты жалпақ, отырғанда қандай тана болады жайдақ дейді. Бірақ оның сөзі дейді, бір кәдімгі лепіріп сөйлейді да, ана өзінен зор шықса пыш болады дейді. Сондай. Сондай ер деп адам құйрық несін айтқан ғой. Бәрінен де қой бағып, көтен жеген озар деген қазақтың өнсі, сенің сөйлегеніңе қарап, ана құйрығың несі өзгереді. Естеріңде болсын. Ол өзгереді. Қазір біз шапанмен жауып қойғасын білмейміз ғой. Мен осының қолдағы дейді өзгереді. Қолдағы мына қызық бедер бар ғой. Мен осыны бұнда біраз жетті деген. Қарап жүрем алақаным. Шынымен өзгереді. Осылардың бәріне сол әлемді сөзбен жарат дегеннің. Бірақ сенің іс-әрекетің қоса болу керек. Жаңағылайларды көрдің ба? Іс-әрекет жоқ болғаннан кейін бана жұртты қызықтыру үшін сезіммен айта болады да, айтпаса сол сондай жұрттың алдында жүрген адам шылымды айтқан кезде ол енді шынымен анау шариғаттан хабар бар, қандай жаста теріс айналысады да. Мынау не айтып жүрді дейді, сонда екестілігі ғой сол. Неге соған біз шылым шегеміз соған дейді. Оның артында ол өзінің атымен тектіңдік, ол арсыздық.
шылымның өзі қазақ үшін арсыздық. Ол заңдылық. Сосын енді біздердегі тағы кеміс мына тақуалық әлі кеміс. Байқадыңдар ма оны? Өздеріңнен байқайсың ба тақуалық деген? Еркек бірінші не болады? Қазір мен мына жерге неге мен үлгісін қалыптастыру керек, деген оны көп нәрсені айтпаймын, сендер соны неғылсын деп. Мына жерде бөліп қойдық. Мысалы, әйелдер қазір кіріп атқан жоқ. Енді ана жақта өз дей алсын. Демек, мына сендердің деңгейіңе келмейді. Мына еркектің иісі бір-біріне жұқпайды, естеріңде болсын. Сосын еркектің иісі көп енді бір қатты не болмаса, әйелдерге де көп жұға бермейді. Тамақ арқылы жұғады. Еркек махаббат асқазан дейді, тамақ арқылы. Себебі еркек сондай жабық. Еркек сенім, әйел иман. Солай жатқан. Сондықтан бұл жерде әйелдермен абай болу керек. Әйелден еркекке жұғу деген ең оңай сол да. Ең оңай сол. Енді қазір мен айтып, анау ақпарат алушылар ол бөлек болады, иістері болу керек. Мен осында әуелі бірге жатты, былтыр соның бәрі бір үйде жатты, сөйтіп бөлек осылардың бәріне сол сатылап біз бөлініп келе жатып, иммунитет меңгеріп. Сосын ақпарат алушы несі әжетхана бөлек болу керек деп. Бөлек салынды. Мына жерде қызмет өз жердегі ақпаратқа жалғанып не жүрген, олардың әжетханасы бөлек болу керек. Солай ғой. Енді қарасам, мен өз жерде кешеден бері қарасам, қызметшінің артына кіріп, осында жүрген әйелдер кіріп жатыр. Қарасам, қолдарында еркектердің құман ұстап жүрді. Бұл дұрыс емес. Әркімнің сүлгісі, құманы, дәрет алатыны ол бөлек болу керек. Сен өзің иісің соны іштегі әр иістетеді. Сен отырған неге иісін тастап кетеді? Неге? Сенің ұстайтын, дәрі ұстайтын нені қолына пайдаланады, сөйтеді, оны солай жұқтырады. Ол ешқашанда өспейді. Керісінше, әркім өзің шектеліп, өзіңнің тобыңдағын қорытып, сөйтіп биіктеу керек. Қазір Амантай жақта келген бойдан жоқ, Амантай шыққысы келмей сонда жүр ғой. Бірақ енді қашан кейіннен өзі неғын кезде Амантайға түседі, Амантай мұнда қосылу керек десе, ол ешқайда оны қосылу керек. Арақың десмей жүру керек. Сөйтіп қарасаң отырған, неге десем, әжетхана осындағы сонда нені пайдаланды, мен әдейі қарадым. Еркектердің құманын пайдаланып жүр. Гүлзиянікі дұрыс, ол мына жерден қайда барасың деп дәрет алуға баратын дейді. Өзінің құманы бар, жаққа бар, өзің дәретін. Міне бұл заңдылық, бұны қадағалану керек. Осыны ескерту керек. Кейін бұның бәрі жабылады. Мына жерде қызметшілердің несі бөлек. Сондықтан тіптен мына әжетхананың ана жақтан қызметшілеріне кім Амантай салып қойды ана жерде. Сол жаққа сол дәрет алатын ұйымдастырып қойыңдар. Бұның бәрі қазіргі осы баспалдақ, сендер келгенде кеп бірдеме айтыр шығып явансыңыз, бұл жерде сендер әр нәрсені біздердің не істейді, не қояды, қателігіне осылардың бәрін меңгеру керек. Өйткені өзге туған күн бұзауға тиеді. Ертең сендер бастарыңа да келеді. Осы жердегі қағиданы сендер жүрген жеріңде сол Шымкентке де соны апаруларың керек. Осының қағиданы. Сосын соның айырмашылығын сезіне керек. Қазір неге қалайда мынандай осындай домалақ күйіз үйде ұнауымыз керек? Себебі қуат алмасы өзіне болады. Кешеден бері қанша әңгіме отыр, салқын ауа, соның бәрін біздер ғасырлар бойы жинаған тәжірибеміз ғой атамыздан қалған. Оның бәрі ойдан шығып жатқан жоқ. Біздің ата-бабаларымыз сол арқылы меңгерді ғой. Сондықтан бұның бәрінде де мән бар. Осыған әсіресе еркектер соған көп назар аудару керек. Енді қарап отырсаң, енді еркектердің менен ақылын сөзден неғым. Қазір қарап отырсаң, әлі сөздерің әлі толық деге жеткен жоқ, ақылдарың сол деңгейде. Ертең мұны мен айтпасам, бәрі ертең жастар айтады. Сосын сөзі тілі сайрап тұрғандардың міндетті түрде оның өнерін тексеру керек. Ол қанша сайрап тұрғанмен де өнер кем болатын болса, ол бәрі қате сөйлейді. Екі жағын тең ұстаған адам ғана қате сөйлемейді. Құранды оқытың ба, сондықтан тең ұстау керек. Құранатын ба, соны шығара бөлу керек. Бұрынғы замандарда сол ешқандай ешкімге әңгіме айта алмайды, сөйтіп жүріп меңгерді ол заман. Ал қазір заманда
бар ғой. Құдайға шүкір. Әркімнің өзінің тыңдармандары бар. Ақпаратты ашып қойды. Оны қазақ мемлекет жасап жатқан жоқ мұны. Оны сол Америка жасап отыр, оны орыс жасап отыр, оны Қытай жасап отыр. Енді қазіргі сол бізбен сөзбен күресіп жатыр. Осы мына жан туралы айтқаны үшін осы қаншама да кемпірлерде қана әйелдер сотталды. 244 мың ба? 244 мың Назгүл сен де не қылды. Бәріңе де айыппұл салды ғой. Неге? Бұлар деструктивный сөз айтты дейді. Яғни жанның халін айтты дейді да. Жан деген деструктивный болып отыр. Енді осы бұндай жағдай неге пайда болды деген сұрау туу керек та. Неге бұндай жағдай болды? Бұның бәрі Алланың елшісі айтып кеткен, болашақта менің үмметтерім 72 топқа бөлінеді деген. Яғни мұсылмандық деген 72 санды меңгеру, жандылықты меңгеру, жын қуатын меңгеру. Жындық емес, жын қуатын 72 деңгейі бар. Соны меңгеру. Соның әрқайсында қазір соның деңгейлері бар. Сол деңгейлерін ұстап тұратын өздерінің зікірлері бар. Қазір салаптардың зікірі бөлек, вахабтардың зікірі бөлек, тәңіршілердің өзінің зікірі бар, тарихатшылардың зікірі бар, Яссауи тобының зікірі бар, Масхабтың өзінің зікірі бар. Бар ғой олардың зікірі. Әйтеуір сол деңгейдегі сол зікірмен өздері байланып тұрады. Енді қазір мен соны сұраттым, енді осы уақыт келді. Сонда енді бізге ең бірінші керегі Масхаб нешінші деңгейде тұр? 72 топтың. Болашақта менің үмметтерім 72 топқа бөлінеді. 70-ші топ қана тура жолға жалғанады деген ғой. Тура жолында ғой, тура жолға. Яғни жол жобасына 73 пенен. Енді қазіргі біздің басқамыз, имам, ағзам, масқабы, тура жолда деп жүрген 71-ші топ. Сол Алланың елшісіне айтқан арабтарға сендер 70-ші топсыңдар дейді. Қазір айтып отыр, біз енді онан гөрі жоғарымыз деп отыр, шында ғой. Олар неге жетіп тұр? Қазақ болған шына, тілдің несі бар ғой қанша дегенмен. 71-ші топ. Олар әлі 72-ге де жеткен жоқ. 70 болғанда. Яғни сол Нұхтың деңгейінде мұсылман болып тұр да. Нұх пайғамбар 71 ғой. Сол Нұх пайғамбарының кезіндегі мұсылмандық деңгейде тұр. Ал енді негелер тәңіршілер бар. Айтып отыр ғой, біз бұрын тәңірші болғам деп. Олар 70-ші топ. Яғни жындар тобы. Мұсылмандар жындар, мұсылман жындар. 71-ші сол. Енді 72 кім? 72 тарихатшылар екен. Көріңбе, тарихатшылар өздерін биік ұстайды ғой. Сол қазіргі мына нені басқарып отырған жалпы кімдерге ақыл айтып, ғұлама деп, соның көбісі тарихатшылар. Жасырын. Кінібіде отырған бәрі. Яғни олар 72-де тұр. Тарихатшылар осы мына кімдердің бәрі, мына Құрбанәлі болсын, тағы болсын, олардың бәрі 72. Ал енді қазір бұны қайдан шығардың дейді. Оны не, бірақ бұны ертең әлі білмей отыр, еврейлер нақты анықтайды. Еврейлерде тұр. Наматтық оларда бар, бұрынғы қазақтың. Ертең орыстан шығады, олар анықтайды. Алла тағала көрсете бастайды да. Сан ғылым білгендер бар ғой ойшылдар. Олар анықтайды міне. Ал біз 70-тен әрі қарай біздің енді әр түрлі неміз бар. Белгілеріміз бар. Оны енді менен кейін айтарым. Негізі біз қазір атау жолы 16 топқа бөлінеді. Атау жолы қазір бізде өзін 16 топқа бөлінеміз. Міне осыны яғни қазіргі біздің масқапшыларымыз әлі сол сөйтіп отырып, олар сол 72 менен, кімдер енді 72 мен қадағалайды. 72 менен олар сол мына бізде 77 қазіргі сендердің құлшылықтарың қазір отқан мына айға байланысты жаңағы зікірмен жалғану, немесе толған айға байланысты ауыз бекіту, 4-ші, 5-ші күн, осылардың бәрі бұл құлшылықтар сендері 77 менен байланысты.
Ал енді 88-мен байланысты неміз бар. 88 Қазақта тұр да. Ол 88-мен байланыстар ол кәдімгі дәуіршікті меңгеру. Жалған. Сондықтан кім қазір қандай неғымдар дәуіршікті меңгермей әуре болмайық даңдарсын. Мен зікірге жалғанам, мен соны меңгерем, үйде жылы жерде отырып. Еркектерге ол жоқ. Оны әуре болмайық қойыңдар. Тіптен болмаса өздерің сұрап аласыңдар да. Ал енді әрі қалай болады десе, қазір 16 топ бөліндік қой, бар ғой, небір азаматтар бар, жүре берсін, солай көрдім. Бірақ біздің ата жолын жоғары тобын қалыптастыру керек, жоғалым тараусын, міне тақуалықтың өзі де жетілдіру. Сондықтан мына жерде қазір сендер мақсаттарың қалай да біз жоғары деңгейлерге тақуалықты меңгеру, соған қызмет жасау. Сендер соған қызмет жасасаңдар, ертең сендерге солай қызмет жасайды. Ол міндетті түрде. Мен енді өзіге шамалы жырлау ордым ғой. Осы мына бата туралы, ата жолындағы осы сақталмайтын туралы, сосын мына мөр ашудың кезінде 2 рет мөр ашылатын болып келеді да, сен кешірім сұратып, мен осыларға қарсы шықтым. Бірақ қарсы шықтан оғанда мен бір жолдыржам, мен өз жеке негімдіген жоқпын ғой. Осындай болмайды. 2 рет қайттан мөр ашуға болмайды деп мен ақылдың өзіне бардым. Шарт ете қалдым, иманды өзінен. Дұрыс емес қой жында. Мен басқаша айтуыма жеткізбей отырмын. Мен халықтың көзінше айттым. Осындай сол ақырында сен тіптен Қызылорда мен Жамбылдан қайтып кетші деді ғой, мен көрмейін сен. Әбден шаршаттың деп. Біреулер отырып сұрады жігіттер. Осы ағананікі дұрыс па, ненікі дұрыс па деп, сосын айтым, жігіттер, сендер еркексіңдер ғой дедім, қатындық әңгімені қойым. Ағананың деп айтуға кім Зейнекамалдың киіндірген дұрыс дедім. Олардың киімдері дұрыс болды қарасаң. Бәрі киініп, киімі дұрыс дедім. Оларда бата дұрыс емес, бата жатқан деп. Сөйтсем, олар келді да, айтты тоқ берген айыз жүр, ағананікі дұрыс деп айтты деген ғой. Тағырғын болып кетті. Сен неге оны айтасың дейді де, осындай болды міне. Небір сол азаматтар болды, келді де енді олар не болды? Жүртті алаттан кім Әбдімәлік келсе, Әбдімәліктен ауыл жақсы көре баста, бірден Әбдімәлік пәлен деп айтты дейді. Айтпаған сөзін. Сосын неге сен айтасың десе, ол шарпыр ол Әбдімәлік, сосын қолын сілтеп кетіп қалды көзі. Осындай болды. Жинады небір азаматтарды. Сол сылмақ тағы да қайтын, мен үнеміз не қып атқаным сол ба? Соны осы арамызда жүргендер соны сөз сасын деп. Сондықтан тақуалықтың деңгейін ұстау міндеттер керек. Міндеттер керек. Сол сен өз құманың пайдалан. Сен соны бұздың ба? Оны өтмеңді. Осындай тақуалықты бұзған үшін мен Амантайға айттым, құсты енді соны меңгерсін. Әрі қарай соның бухгалтерия есебін меңгерсін. Біз енді халыққа болса тағам ең оңай құс қой енді. Сен қойдыға өсірем деген 2 жыл керек. Қойдың несін. Сиырға 5 жыл керек өзін ақтау үшін. Тауыққа көп болса 2-3 айдың өзі жетіп жатыр да. Соны меңгерейік. Әрі қарай кеше Ақтөбеден бір тауық салып жіберді. Мен ойлаймын, қалай жеткен деп тұншықпай деп. Сөйтсем ол тауық емес, ол басқаша іздесек сөйтсем Мысыр тауығы деген бар, сиыр деген. Ол жақсы болды. Сон енді әр түрлі ертең біз түйе асырауға деген еткен олардың несі? Біз солар арқылы шипасын малдан малға ауысады. Мысалы, біз осы жерде мынандай шипалы су бар, осы жерде тұрған кезде әйтеуір тазалық бар. Өз келіп көбісі қазір кешегі соның бруцеллез болып ауырған сиырлардың қостардың бәрін осы жердегі келгендердің тақуалығын толық дұрыстамай, қалай болса дәретін бұзып, басқа қылып, сөйтгенде мына жерге әкеп көлеңкелерін тастап кетіп жүргенден болады. Сондықтан мені қадағалау керек деп, тауық баққандарды қарасам, олар басқа адамды кіргізбейді да. Жауапкершілік, махаббаты бар адам керек. Мен айттым, неге оның махаббаты жоқ? Сосын айттым, онда Амантай дауысына, Сұлтан, сен не қылшы? Жанашырлық болу керек деп. Сөйтсем, енді араға түсіп жатыр. Амантай бастады ма, Амантай аяқтасын. Біз өзіміз тәрбиелейміз, қадағалаймыз. Болса аяқтасын, мен дұрыс, оны өздерің шешіңдер, неге мен шаруашылыққа ауысым керек? Сондықтан қазіргі
сол ана жанашырлық болу керек. Неге де болсын. Мысалы, қазір сендердің теміргіндің үніне әлі жалғанбағандар менің ана отырған мына деді құрал сайманды қалай болса тастайды. Мен әдейі қарап жүремін. Мысалы ғасыр әлі мына ұста деді ма, бірінші құрал сайманды тексеремін да. Қарам. Ана лақтырып тастай салды. Оған әлі ұсталық жоқ. Ұста адам деген бірінші құрал сайманды не қылады да. Өзі жинастырып, соны қадірлейді. Соны әне жерде балға, әне жерде шегенсе, ол темірге жанашымайды да. Темірге жанашымайды. Оның артынан жинаушы керек. Кімде ол ұсталық болатын болса, ол темірге жанашиды. Соны тексеріп алады, сол жанасын. Кезегінен ана үлкен Амантайдың бұған келді, көлеңкесі келді, ол деген тұрған қуат қой, бәрін жақты. Бәрін жақты. Ол неге? Енді бұны тексеріп жатыр. Ана өзі ана жанашырлық болу. Мен қараймын енді. Бұрына сұлтанды қарасам, бұзылып қалды даға дейді да. Ешқандай селт етпейді да. Ана өзіне көрініп тұр ғой, соны менен болды, мына бұзылды. Ана темірдіміз ау деген ана іште бір не болды да, сонда ғана меңгереді. Өйткені оның бәрі Алланың мүлкі. Қанша дегенмен шығын болып жатыр бәріне онда. Сол сияқты әйелдің де бір несіне ана ыдыс аяғынан байқауға болады. Ана өнер деген бірінші, ана ол бәрі демен сайманмен байланысты ғой. Сайманды қалай қадірлейді, сонымен байланысты. Ана өнерде сонымен қонады. Әлі қарай енді көрінген ана кешегі сол ойлау қабілетінің сол кемдігінен мен әдейі қайта ер сайын түртіп жүрдім. Енді айтады, енді ана пешті салды. Көрдім. Дұрыс емес екендерін, біраз нәрсені айтқым келді. Бәрімен түсінбейді. Өйткені ойларымыз біріміз қабылдамайды. Жарайды дедім, мен көремін деп. Қарасаң енді бітеліп қалып, не қылып тазартып жатырсың. Қыстай тазартып шығасың. Айына 2 рет тазартасың ба? Жүре бер, себебі неге? Сол ана біздің екеуміздің арамызда байланыс жоқ. Егер екеуміздің арамыз байланыс болса, мен саған айтудың қажет жоқ. Айтпаса да түсінікті болымда. Сен менің көлеңкеме жалғанасың да, өзің ойланасың бейді. Көлеңкеге бір-бірімізге жалғанамыз да мінеке. Мен қазір соны іздедім да. Егер де менің көлеңкеме сол маған жалғандың ба, сендегі ана зікірдің үні өзінен өзі пайда болады. Мәселе сонда біз бір-бірімізге ол міндеттерді айтып тықпала білмен емес. Көлеңкеменен түсінуіміз керек. Бір-бірімізді үнсіз түсіну керек та. Ол неге? Сондықтан 2 түрлі болады. Бір аруақтан болады, шабыт, екінші жындан болады. Соны бір жындан болатын шабытты құмарлық дейді, аруақтан болатын шабытты ғашықтық дейді. Екеуінде шайтан азғырады. Енді жындан болатын құмарлық, егерде сен ана бір нәрсені ана жаңартуға, өзгертуге, соны меңгеруге не болсаң, ол дұрыс құмарлық. Ол алға басады. Керінше білдіруге құмарлық болады. Ана шайтаннан салса, ана теріс деп қояды да ана. Сен бірдемені қиратуға, білдіруге, сол кімдегі Амантайда келген сол ана жындан болған сол шабыт келді, бірақ терісімен келді ол. Қиратып тастады. Бұл не қылмай-ақ. Кеше сұлтанда да, Амантайда да сол. Амантайда да сол әлі сол ана шабыт келіп, тауыққа байланысты шабыт келіп та, ол қырылып қалса да не, ана істегісі келмей, су ақса да қашып жүргенің бәрі не? Сол ана теріс шабыт. Ана қырсықтық тұр да. Енді тағы не анау? Аратта мынау әйелдерден шығады, шында дейді. Мен айтып жүрмін ғой. Әйелі бар, әйелмен өмір сүрген еркектің халі бөлек, әйелмен өмір сүрмеген еркектің халі бөлек болады. Мейлі қандай не. Сондайды келсең ана шында Шымкенттен келген әйел бір күн көрініп дейді, ана бір ауыр нәрсе болса көмектесе алады, не қылады дейді да. Ал енді ана жынды еркектер бар ана бойда, олар өз істесін. Ана істеп жатсаң, сен қатынға көмектессің, сен еркек басы болсын. Өз еркек сол етек басылық ол. Ол қамқор болу, тіптен сен әйелге білдірмей қамқор болуың керек. Өз жердегі мына осы ана енді келіп сендер келіп салып жатсың, Алланың разы, сен қалай шығатынын өздерің білесің. Соның бәрі анау сендердің істерің, сол сендердің қаншалықты әйелге қамқор болуың, солмен шабыт пайда болады. Мен соны айтқым келіп отыр да, жыннан шабыт деген. Ана сен әйелдің қалына кіре берсең, мына нанды пісіреді ғой, оны еңкейді, мына ұрмас деп, соның бәрін еркек.
Жалпы бүкіл қасыққа дейін, бүкіл неге дейін кір жуатын деген әйелдің барлық дүниесін шығаратын әйел шығармайды. Оны кім ойлайды? Еркек ойлайды. Сосын кеше әйел ойланбайды дейтін де сол ғой. Әйел ойланбайды, әйелді ондай болмайды. Еркек ойланады. Сондықтан қазақ не дейді? 3 күндігін ойламаған әйелден емес, 3 жылдығын ойламаған еркектен емес дейді. Ақылдың қызын еркек ойлайды бәрін. Сондықтан мына жердегі ана әйелден қиналып отырған, анау бірінің біріне бір зиян тигізіп не жатқандардың бәрі еркектердің ойланбағанынан. Ананы мен неге айтуым керек? Сендер құрып бақылап, құманды не қылып жатыр, пайдаланып жатыр, өзіне зиян тигізіп жатыр. Бір жағынан сол анау арпалысып жатыр. Соны еркектер бақылау керек мына жерде. Ал енді оны бақылайын десе, Ерсайын айтса тыңдамайды, айтады. Нұрғиса айтса тыңдамайды, қойшы дейді. Әйтеуір Сұлтан Бірдембетовтер Амантай болмасын күшеніп жеткізеді. Қырып салам мен сендер, өйтіп салам деп. Болмаса енді дұрыс қой, енді әркімнің өзінің жынын көрсетеді. Оны жаймен ғана мынаны болмайды деген ана пәтуәлі сөз керек. Мынау өйтіп ақырындап, айналам мынау қателік деп. Істемей ақ қойсын. Бірден Құдай соны дәлдеп береді. Әруақ қарап тұр бақылап. Келесі деген кезде оған сылақ салып жібереді. Қайтып жолыма кетеді. Міне сол, мына еркектер осындайды меңгеру керек мінеке. Ал меңгеру үшін сен соланы көркем сөйлеу керек. Ана іс әрекеттердің бәрін дұрыс неге айналдыру керек. Енді зікірден хабар келіп жатыр, осы мына жайнақ нан деген сондай жұрт кезекке тұратын болады деп. Я, сол енді ол да бір жағынан сендердің істеріңе байланысты солай жетелеп келіп отыр ғой. Енді екінші жағынан оған дәрежеге жету үшін де оған етінде біраз енді қызметшілер керек, ол оңай емес. Бір жағынан нені естіп жатырмын, анау кім Назгүлді қосым машина алып машинайын болып жатыр, нанды өзмесін деп. Осылардың бәрі мына қазіргі уақытта мына мүмкіндік бар да, сол әйелдер бірден меңгеріп кетеді. Баяғыда ол енді ана электромашиналар бөлек оның. Ал жалпы алған кезде еркек дейді, атты әйел жаяу да. Әйелдерге ол енді бүйтіп машина мінгізіп не қой деген осы ата жолының ең дұрыс емес нәрсе. Оны еркектер ол. Бірақ енді амал жоқ, мен бір жағынан ойлап қоямын да, енді сондай машина алып, сол нәзгүлдерге мінгізіп, сосын қасынан Нұрғиса, Амантай, сосын кімдер бар осы машина міне алмайтын қайтын, соларды мінгізіп, қайдан әрі қарай бір өткізіп, сөйтіп. Сосын тиктокқа салып тарады. Сөйту керек, басқа сондай жарнама, мынау ата жолы деген осылай деп. Қазіргі қазақта сол анау атын ерттеп міналмайтын сондай қазақтар пайда болды деген. Енді қарасаң, енді жаңадан тиіп жатыр деп айтып жатырмын ғой. Не болды? Анау Ерсайын жалдап жатсыңдар ма десем, анау кімге? Мен тиіп жатыр ғой енді машинаның қасында. Соны енді аңқаулық қой, ана сөзді меңгермеген. Мен не пиғылмен айтып тұрғанымды бірден қабыл, соған Нұрғиса айтады, өй жоқ, отырмаймыз, өзі айтады дейді да. Күлімде ғой, не деймін. Сол мынау тұрған жерге мініп алуға болады ғой. Оған гай жоқ, право сұрап жатқан жоқ. Сен соғып кетсің, оған ешкім тиіп жатқан жоқ. Оның бәрі неден? Осы бәрі айналып келгенде, мына кімнің Назгүлдің мінем деп жүргені, ол ана әкеден бар сол нәрсе келіп тұр. Ол бақсылыққа жатады. Темірінген. Ал мына сол кімдердің, сол Нұрғисалардың көлікті меңгеруден, темірінген қасып жүрген, сол ана бақсылықтың кемдігіне жатады. Ол бірақ бәрі ертең алдарынан шығады. Міндетті түрде шығады. Ол ертең ана қамшыстағанда қамшыны тоқтатып қойды Нұрғисаға. Неге тоқтатып қойды? Мен соны білдім да. Мен білдім соны. Ал қалгендер тоқтаған жоқ. Сол ана темірдің үнін. Аманбайдың да қойды. Аманбайды да тұр, ол ана оны тоқтатқан, оны кейінен барып түсті. Ол бұның бұрынғы өмірінде шабандоз болған екен. Ана жылқын меңгеру керек. Ол да дұрыс қойды. Ал ол енді қазір жаңа машина алған, өз машинасын жаңбайды, бәрін ана жерге мына жерге жөндеді деген, осының өзі дұрыс емес міне. Сондықтан темірді меңгеру үшін анау сенің ойың тұру керек қана көлігіңде. Көлігің туралы ойлану керек та.
қазақты қазір осы ел биліктің ақшаның соңына түсіп дүниемен ғана деп қазақты осындай көп мына жастарды аздыруға осы Тоқаев билігінен Назарбаев билігі қызмет істеді. Себебі ана шетелден әкелген ненің бәрін көтеріп жіберді. Шетелден ескі сол кездегі қазақты негіз көтерген әдеп кезде шетелден ылғи ескі машиналар келді ғой. Сөйтті де ылғи мен ана Алматыда бақылап жүретінмін. Ана автомат коробканы ашатын екі-ақ жерде болды. Онда да орыстар. Ана жерге барсаң неғылдан орыстар. Мен қазақ қашан болады деп жүрдім да. Сосын ана шетелден келген машиналар бұзыла бастап, қашан боларсың? Бірте-бірте өздерінен бір көзді қарасам, бір жерге барсам, қазақтар жасап жатыр. Мен қуанып кеттім. О, мынау қандай онда деп. Солан дәлдеу үшін сол ана автомат коробканы жөндеу үшін мен 30 рет алып салып бәрі істедім мұнан. Болмағасын ішін ашып көрдім. Аптаға бір ескісін сатып алдым да, ана насостардың бәрін кіріп көрдім. Үшін көрейінші оны. Көрмесем қалам, жапондық қой енді. Сосын барып түсіндім, мынау теріс айналады екен ғой деп. Мен ойналады десем деп. Ана сөйтсем, ана насос былай алыпса, ішіндегі теріс айналады екен. Сосын түсіндім, онда оны басқаша деп. Ақыры соны жөндедім. Қазір әйтеуір шығып ғой, бірақ ауылдағы көп нәрсені қарасаң, оны байқам, ана мүгедек, рухани мүгедек ол. Онан дұрыс ұрпақ та пайда болмайды. Бір ана генератор неғыланды, өзім салдыра сайыншы, анаған құралдары бар ғой, мен уақытын алады ғой дедім да, кірдім, ана бір ішіндегісін бұзып тастаған, мынаны салып берші, мен 2000 теңге ақшаңды берейін деп, болды қазір деп, соны түсіп, біреу келіп тұр, айтады, мен ана ремен несін неғып бересің, тауық түсіп кетті, тарттырып берген. Мен бірден түсіндім, ана қандай природа дейді. Сосын ременің босап кетті ме дедім, соны күні. Соны өзін тарта салмайсың ба деді. Ой, оған өйту керек, кілт жоқ деп, түрі кәдімгі бастық сияқты бір. Сосын тұрып сөже тұрып сөктім мен. Осыдан сенің қандай ұрпақ болады деп. Сен астыңдағы машина, соны босаған түсініп тұрсың ғой деп. Сонда көрдің ба, ана ременін кішкентай тартып қойғасынан маған келді. Міне, ол жастардың халі. Осыны отырған КНБ, осында отырған, осы сендер соны білдіріп отқаны ел басшылары. Әйтпесе, кіргізбей-ақ қой, Астанаға кіргізбей-ақ қой шетелдің машинасын. Тіптен төрт неге ауылдағылар алсын да, оларды бұзады, неше түрлі жасайды. Бізді қазір қазақты адам қылған орыс ол техникадан. Сол орыстың техникасын бұздып, соны жөндеп, сонымен үйреніп, кезінде мен осы неден біраз нәрсені үйреніп, зауытта айтуым мен не болдым, көп нәрсені токарный, фрезерный станоктарды меңгердім, сөйтіп келіп ауылға келген кезде, ауылға энергетик болған кезде таң қалдым. Зауыт тұрды ана, ауылдағы қарапайым гаражда. Оның ішінде не жоқ, бәрі бар. Фрезерный де тұрып, анау нені жылтыратыны, хром еріміні, аккумулятор, соны орса соны салып берген да. Соның ана біреу анаусын алып кеткен, қызық, мынаусын алып кеткен. Директорге талай айттым, мынау завод қой дедім бұны. Бұны жауып, жаптырып тастап, ой, нең бар деп, ақыры соны металлом кетті ғой. Сонда анау деген миллион тұратын ана станоктар соны жауып. Әр совхозға сондай салып берген екен да. Жөндейтін. Кәленбалды канауын дей жасайтын, соның бәрі кәленбалды көрінен совхозда тұрды. О, мынау қайдан келген деймін ана бөлмерінге. Не бір керемет сынып, соны меңгермей, соның бәрі тастады. Сөйтіп отырып, орыс жаман дейді, орыс емес, біз жаман, соны біз меңгермеген. Сол кездегі ана басшылардың дұрыс болмағандығынан. Қазірде сөз білгендердің бәрін басшы қылып жатыр да, инженерлік ой жоқ. Қазақтың инженерлік ойыны бар. Сол инженерлік жолықтан рухани мүгедектікті осылардың мына Амантай кімдердің техника жолымай жүргенде. Амал жоқ, енді қазір мұқтаж үйрену керек. Амал жоқ үйрену керек. Сондықтан сендер ана құрашен ана болып, жаңа ұсталық деген, мейлі қандай жағдайда болсын, 8 түрлерден сен хабарың болу керек, міндетті түрде. Ал енді ол бірте-бірте келеді, іріктеле бастайды. Еріктерде солар іріктеле бастап, құрт тіліменен күн көріп, мен сұңқар едім, мен өйтем деген, олардың бар жүрсін, ол да жақсы. Ал жоғарғы топқа ақпаратқа шығару үшін сол әйелдерге осында жетпей жатыр. Мен қайта-қайта Нұрғисаны айтып жүргем, Нұрғиса қуат қоса алмай отыр. Нұрғиса паровоз болып сүйре алмай отыр. Кейінше Нұрғисаны ана екі қатын сүйреп жүр ма, анармен. Енді оның салмағы көп қой, қалай екі қатын да оны сүйре алмайды. Жылжы тоғын ғой. Мен өзім кейде озау, әбден неше түрлі сөз айтам, соның бақ етпейді, ой, сабазай. Бір жағынан ырза боласың,
төзімділігіне. Екінші жағынан бізде намыс деген болу керек қой. Жаңағыдай шылымды неге мынадыға неге салып шылым тастайтын деген сияқты. Сол ана бөрікті намысқанды сол ана бөрік жоқтың әңгімелері ғой. Бұны неге айтып отырмын? Бұны мен емес, сендер сынауларың керек. Сендер соны ең болмаса күніне осындай бір сайттарға кіріп жазып шығу керек та. Сен ештеңені шешіп алып қалмайды ғой. Сосын мына қандай жағдайда болсын, мысалы Амантайдың андай сөзі маған ол ұнамайды. Еркек қалайда әйел адамды алдай білу керек та. Жақсылықпен. Еркек қу болу керек. Мен айтпесе, бәрін көрмей ешқашан мені алдайды. Мен саған өтірік көне салам дейді. Көне салам. Бірақ өзім үстінде тұрмын, мынандай. Ал егер сен үнемі мен алдатпаймын деп жаныңды көрсетіп тұрсаң, бәрі соң екінші қақпанға түсесің сен. Әйел адам алдану керек. Мен осыны әкемнен үйрендім да. Ол қалай енді? Әкем шешем шала өйтпейсің ба бүйт, үндемей отыра беретін да. Отыра береді, тыңдап отыра береді. Бірақ әкем айтқаны болады. Сөйтіп жүрген кезде шешеміз ауруханаға түсіп қалып, сөйтті енді бір інім алып та сол шешемнің несін өзі тілі деген сайрап тұр. Соған тәте дейді, тәте өйтпедің ба деп айтып. Сосын бір күн өткеннен кейін екінші күн айтты. Осы мен сен туғызған шығарсың деп. Тұра қашып сол. Шешемізге шалыңды қасыңа алып ал. Көнетін емес деп. Сонан енді өмірден өтті. Бір күні мен студентпін ба, келдім. Студент болдым, әлде білмеймін, бір келдім. Сөйтсем, кемпір не істейін? От жағып жіберейін ба? Деп жүр екен де. Сосын айтып, әке бітіпсіз ғой дедім. Маған қарады, бір қарады да. Не келдің деді маған? Бірақ ауыз сөз. Осы сәлем берейін деп келдім деді. Сәлем болдың, бол кете бер деді. Айттым, соң 10 күн келген адам ғой. 3 күн ба деп сөйтіп. Сосын үйден шықтым да кеттім, амыз жоқ. Бардым да ауданға бір ағайындарың келіп сен бара бер, сояққа бара бер. Ертең ақшаңды өзім жеткіземін. Шешем сыбырлап жатыр ғой. Аман жоқ. Кете береді, қазір автобус келеді, соған шықты, кете бер деді. Сәлем бердің болды деп. Сол тілінен таптым да енді. Сөйтіп жүріп, кейіннен енді бір күні енді соны әкеме мақтанып отырмын ғой. Ой, мен өйтіп жатырмын, ананы айтып, Құдайға шүкір жеткілікті деп, ананы өйтем, мына айтем, телевизионда деп. Сосын тыңдап отырды да, осы сендер қалада қоқыстан не жүрген бір ит тамағын табатын ит аты не дейді деді. Мен дворняк дедім мен уже. Енді солды семьясын асырап жүрген жоқ па деді. Бірақ ауыз сөзі ғой, ауызға құм құйылды. Ондайыңды айтпа деді. Сен өзің қалай асырағаныңды айтпа деп. Сөйтіп енді әкеміз өмірден өтті. Мен туған күнімде қашып кететін тұғым. Шешем қасына бардым. Ауылға келіп, шешем қасына киіз үйде жазып бір кезде шешем айтады. Мен дейді, енді түсіндім дейді. Әкеміз өткен. Нені түсіндің десем, әкең менің Асқар тауым екен ғой деді. Ох, дедім. Сол кезде тіліме келді бір әзіл. Айта алмадым. Ұстап қалдым. Әкең менің Асқар тауым деді. Сонда әкем сол тыңдап жүріп өзі саясатын жүргізеді екен да. Қандай құбылықтың. Шешем соны өлгеннен кейін түсіндім да. Бәрі сол мен әкем айтқанымен жүрсе дұрыс болады екен. Сен айтқанын істеген болады. Я сенікі дұрыс дейді, арқасынан қағып отырады да, бірақ өзің істетіп жүреді. Мынандай болу керек екен деген менде ой келді міне. Шешем сөзінен кейін. Сендерде қарасаң дүңк әйелді өту керек, ол етек басты болып кеттің, қорқыту керек оны. Шариғат бойынша бағыну керек, сәжде жасау керек деген. Ол деген ол кімдерге жарасады жындылардың тобына. Сендерге ол болмайды. Сендерге басқа саясат ұстану керек. Міне. Оны неге айтып отырмын? Мына қазір қарасаң, бізде 99% әйелдерде 1% еркектер. Керінше 70-80% еркектер болған кезде түзелеміз да. Ең болса жартының кем. Еркектер көбею керек. Еркектер ақылды артық болу керек. Сол осы ата жолын керуен көшін еркектер сүйреу керек. Қазір әйелдер сүйреп жатыр да. Алдында енді мен отырғанмен мен енді көп нәрсем оларға істетем барлық. Бірақ сол ақпаратты мен неге сендерден алмаймын? Сол қорқақ. Неге мен сендерден алмаймын ақпарат? Неге маған әлгі айтып отырмайды? Мынандай бір ақпарат келді. Мынандай бұрын
сондай еркектер болды. Бірақ ол кетіп қалды. Маған айтты, маған көрсетті аян мен. Мынандай деп тұр деп. Мен сондай нені бір айтқанда маған көрсеткен деп Нұрғиса айтады да. Ол өтіп кеткен екен, пойыз өтіп кетті бәрі. Ол басқа жаққа кетті. Сол кезде айтты, маған сөйтіп айтқан дейді. Маған көрсеткен деп. Соны сол беріп тұр ғой дайындап, сен соны шығар міне. Сол амал деп. Кешегі бірақ қана мен ана астың дәм дегенде кейіннен айтып отыр да. Баяғыда айтуға болар еді. Оның бірге бізге амалға айналдыруымыз керек. Қазір бірақ нәрсе Алланың нығметі ғой, осы мына сұлтан менен кімге Амантайға берілген әйтеуір. Соның өзі біраз әйтеуір алға жылжуға тура келді. Ал оның бәрі сендерде болу керек. Сендерде болу керек пәтуа. Пәтуа осы Ерсайын не қалды? Ерсайын өз жерде әйтеуір тәжірибесі бар, өмірде не болды. Осы Ерсайын өз жерде бір басқарып сондай жасайды деген не болды. Енді мен Ерсайынның бірде-бір ғана өз несіне жасаған проект былай жобасын көрген жоқ. Сендерге жоба берем дейді. Жоба деген ойлайсың ғой қалай? Міне жоба деген іс амалда. Сендердің өздерің бір жобаларың болу керек. Жобаны olmай сен жолға жалғаның жоқ. Сол қазір енді Нұрғиса анау мал қораның жолы. Ол бір ғана нәрсе. Оның әлі қателіктері бар. Әлі қателіктер өзі табу керек, өзі не болу керек оның бәрі. Мына жерінде сол анау жобасын не болу керек. Енді кім енді бұл да енді бұл дайын нәрсе ғой, мына айтылды осы киіз үй жасау керек деді да, сол айтып қаптады не қылды. Ол енді жоба емес ол. Жоба ол ана нөлден бастап өзіңде болу керек. Іргетасынан бастап. Сендер мына біреудің істеп берген темір несін қаптадыңдар. Айтуын. Соның өзінде қателіктер бар. Бассаң сықырлап, шиқылдап, нетіп отыр. Түнде сен оны мазаңдалады. Әлі бұны анау еденнің несі әлі неған жоқ. Өзінің ол аны сағатмен қосып керек. Оның бәріне кеп қойдың. Соны ана үлкен Амантай меңгерсе деп. Әлі бұның несі келмейді. Мына ауа неғылың өзі көрдің бе? Жоғарыда неғылыңдар. Басында айттым. Төменге қойыңдар дедім. Астына қойдыңдар. Анау тіптен қалып болса, соны труба неғылыңдар деп. Соның бәрі, соның бәрін қазір сөйтіп өздерің жобаларын шығару керек. Мынандай деп. Сонда мынау бұл Ерсайын менен кімнің сұлтанын жасаған жобасы. Ол ешкімге ұқсамау керек. Ол сендерде ғана, міне жоба деген сол. Қазір енді өздерің несін мына Шымкенттен келген ағайындар жасап жатыр ғой, өздерінің жобасын. Бұл жағынан пеш туралы біраз әңгіме шығып жатыр. Оны қазір әлі түсінгісі келмейді, қалай деп. Мен мына оның бәрі енді мен оны бекерден айтпаймын ғой, мен әбден соның бәрін зерттеймін. Тәжірибе жасатамын. Сөйтіп бар, сосын өзім түйем, мынандай болған дұрыс қой деп. Соны түйінді. Енді мен оны қолмен істеген жоқым, сен қолмен істесең, ол сенікі болады. Мен оны қолмен істеген жоқым. Енді сенікі болады. Ол Амантайға әрбір түсіндіріп, Амантай не қылып қойды да бір біресе былай қылып, біресе қолынан екеуміз ойымыз келмеді. Мен соны қайта айттым. Амантай, мынандай пеш болады деп. Енді сендер соны өздерің жобаларың жасаңдар соны. Сол енді Ерсайыңда ана пешті отты меңгермеген көрініп тұр. Мына жақтан дұрыс ол. Саңылтыр жағатын пештер жасады бұрынғы. Көмірдің пеші ондай болмайды. Бұл Ерсайың жасаған дұрыс. Жоғар жағын қысып қояды да, ішінде қалады, онан күлінеді. Күл жеңіл, онда күл жиналмайды. Сондай жасынан. Оны керінше бұлай қып жаса жаңа айтқан. Алдынан бастап қысып, артына ашып, мұржасын не қылса, ол бөлек. Қазіргінің бәрі майлы заттар, көміріңде сондай майлы бар, иісі бар, сасық. Нелер жағатын, ағашыңа дейін сасық ескінгенде ол бөлек болу керек. Керісінше болу керек. Бір, екіншіден мына сендер ондай пеш салғанды меніңше қолай көрмедім да, ол пеш өткенде сұлтанға көрсетті, мына Қытайлар жасапты ғой бұрынғы не бар екен деп. Бірақ негізі соны ата-бабаларымыздың ғой, мен әлі соны түсінгім келеді, бірақ кешегі сол Қытайдың қазақтарын бір кемпір неған сол айтып отыр да, сол біз көшті киізімен жүрдік дейді. Енді бізге дейді тамақ барған жерлер тамақ береді дейді, жеміс дейді. Соны біз төгіп тастаймыз дейді. Сөйтіп енді олардың ең жақсы көретін жемістері ғой. Олар соған ренжиді дейді тастаған. Бізге не қылмайды, солардың тамағын жеуіміз керек дейді. Біз жасырып ет асып қоямыз да, сол етті жейміз дейді. Солай ет қазақтар ғой. Соған қарасам беттері қып-қызыл біздің сондай болды дейді. Бәрі таңғалады сендер, беттерің қалай қып-қызыл деп. Біз ет тасып қоямыз, тығып қоямыз дейді ненің астына. Соны жейміз дейді. Ананың тамағын жегенмін.
Түркияға балдан, Иранға, олар өздерінің тамақтарын Пакистаннан береді дейді да. Оны жемесең, ренжиді дейді. Сосын тығып ана төккендерін көріп қойып, тағы айтады дейді. Сен бізден ең таза тамақты неге төгесіңдер деп сұрап қой енді. Сосын дейді, олар анда үйге не қылады, біз өзіміз киізімізде тұрды дейді. Қалай тұрдыңдар деп сұрақ қойды. Енді ортада от жағамыз дейді, түңдікті ашып қоямыз дейді. Жел былай қойсам, мына жағын ашамыз, мына жағын ашамыз дейді да. Сендер моржа не боласың? Олар түңдік. Сосын айтады, енді ол қалай ыс болып кетпей ме? Ыспамайды дейді ешқандай. Сонда қыстап не қылып шықтығамыз дейді. Соны 2-3 жыл солай қыстадық дейді. Мен сол кезде ойладым, ол қалай сонда деп. Бұның бір несі бар да. Сонда енді оны қазір қарасаң құпия ішкен жоқ. Мына киіз үйдің өзінде тұрған деген ғой құпия деген. Сен қанша түңлікті ашып қоя бер, үйді бұзып алсаң, ол ыстыққа шықпайды. Есікті ашпады. Есік жауып тастадың ба, ыстыққа тұра береді анауында. Самса сияқты ғой. Сен тандырдың ішінде отырсың ғой. Тандырдың ішінде. Соны түңлік жауып қойсаң болды, ішінде жыл сақтап тұра береді. Төменде қалған шамал шоқ болды ма, түтін болды ма, түңдік жабасар болды. Сол дейді, таң атқанша дейін сол астымен тұрады дейді. Енді оны басқаша жетілдіруге болады ғой. Полды еден жылту болады, не болады. Енді оның ар жағында мен не айтырмын? Сендерің 4-1 үйге барып жатсыңдар, әркіне ғана бәрі бұрыш-бұрышта қалады, не қылып, мына жерден нұр түсіп жатыр, сәуле түсіп жатыр, сендерін шығарып жатыр, аналар өздерің өздерің жұтасыңдар. Киіз үйден сенің Францияда сондай бар екен. Теңіздің жағасынан құрып қойған, оны ақша төлейді дейді. Киіз үй жасап қойған, етектерін қойған, соған бір күн түнейсің, пәленбай доллар төлейсің, есесіне тынығып шығасың, рахаттанып дейді. Соны неге сендер енді ойнады? Қазір сендерде көресің, ауа жетпей жатыр ма қазір? Ерсайынның салған пешімен айтып едім ма, ауаны есіктен аласыңдар деп. Я болмаса бір-біріңнен аласыңдар. Астынан ауа жоқ. Ауа айналым болу керек. Сол сендер соны жеттің баны, сол иісті отты меңгеру деген сол ғой, иісті меңгеру. Иіспен байланысты. Тауықтар да сондай, сұлтанда жасапты, несі тесіп қойды. Олы болмайды. Қоғу керек қой, мен ауыр газдар болады. Тауықтар төменде жүргеннен кейін, сол ауыр газдардың өзіне. Сондықтан боғының иісі ғой, соны трубаны төменге түсіріп қойса неменен. Сөйтіп жоғары көріп қана төмендегі ауыр газы алып отырады. Сендер жоғарыда қойып қойғансыңдар. Сосын тауық билген тауық салмақ қоспайды, ол не қылмайды. Осының бәрі тұрған ғылым деген сол ғой. Ғылым деген сол сенің ойлану қабілетіңді айтады. Кімге ғылым берсе дейді, мол игілік береді. Ақыл ойдан шығады. Сондықтан сендер қазір сол әйелдерге сол ой қуатын беру керек. Сол кезде әйелдерің ақыл. Әйелдерің ақымақ емес, ақыл бар, білім бар. Бірақ оларға не жетпей жатыр? Ой жетіспей жатыр. Таза ой. Мен қосылған кездегі ең білгіш қатын Айнұр тұғын. 7-8 жыл соғыстық. Соның ойын түзеусін. Сен ойды менен алып қайтесің. Алма оны білімнен деп. Сөйте, қазір енді келді ғой енді. Қазіргі Айнұр қандай, бұрынғы Айнұрға мүлде бөлек. Сендердің әйелдерің өзі басынан сендермен өмір сүрді. Әйтеуір жақсы жама ыстық суын көрдіңдер ғой. Енді соны құтқаратын сендер келген кезде сендер жолда не боласыңдар. Яғни жобаларың жоқ. Жобаларың жоқ. Біреуге сауап жасайтын, біреу соның игілігін көретін жоқ. Соны шариғат неде айтады ғой, мешіт салу керек, жобасы ғой ол. Онан басқа жоқ. Жоқ, бұл қазір заман бөлек. Сол сенде тас түсіріп, сендер келген бойдан, оны бірден ойладым, осылар сауалын алып кетсе, жолды не қылды. Ең болмаса. Үлкен шұңғырлар бітіріп кетсе, өткенде қаншама адамдар өтіп жатыр, мына жолды, Алла разы болсын дейді. Болды. Сол сөзді 40-тың бірі қыдыр. Сондықтан міндетті түрде сол әйтеуір мына Шәкәрім атамыз айтқан, қазақтың қандай қылын түзедің деп. Сол әйтеуір бір қыл деген, сол қол деген қазақтың қыл деген не ол? Білесіңдер ме? Алланың жібі деген не ол?
соны ділді айтады. Ділсіз жіп жоқ. Алланың ділі деген, сол қазақтың қыл деген діл. Ал діл деген қаяқта? Діл еркекте болмайды. 100 жерден сен төбеңнен тұрып намаз оқысаң да, қандай тақуа болып кетсең де, қандай еркекте діл болмайды. Діл әйелдегі болады. Әйелдердің қанында 11 жұлдыз болады. Шайтан деп соны айтады. 11 жұлдыз болады әйелден. Сондықтан әйелдің қанын еркекке, еркектің қанын әйелге құюға мүлде болмайды. Мүлде болмайды. Ол әйелдердің қаны бөлек. Әйелдердің қанында сол діл жұлдыз болады. Сол жұлдызды қазір сендердің де әйелдерің бар, сол жұлдыздар сөніп тұр. Ол жұлдыздардың сөніп тұрған себебі сендерде оларға беретін не жоқ, жылу жоқ. Еркектен жылу алу керек. Еркектен жарық алмайды. Естеріңде болсын. Жарық еркек емес, еркектен жылу болады. Әйелдерде жарық болады. Жылу мен жарық қосылса, сонан бар бүтіндік пайда болады. Бүтіндік деген. Жылу мен жарық қосылу керек. Жылу мен жарық қалай қосылады енді? Осының өзі қазір сендер соны күнделікті өтіп жатсыңдар. Сондықтан ана мейірімділік, ол сен қанша неғып тұрған кезде әйелге ұрысқаның өзінде сен сонда тұрған мейірімділік, оны түзету үшін, соны неғыл үшін болу керек та. Сонымен керу керек. Сенің сонда үніңде, сонда Алла деген ерекше мейірімді қамқор дейді ғой. Сондай сенде үн болу, қамқорлық болу керек сенде. Қамқорлықпен қандай жағында дүкеңдегі нені өтпедің, сен сәждесімін, оның бәрі ол жындылық ол. А сенде қандай сол ана әрбір ісін не жаңағы, ол білмей істеп жүр. Келді ана қалыпта еркектердің бағана несімен құмандарын пайдаланып, ана әжетқаннан бүлдіріп кетіп бар. Иіс тастап кетіп бар да. Оны иіс сол жерде тұрады ана өзінен шыққан немен бірге. Оны әдейі істетіп тұр. Бірақ оны сөгудің қажеті жоқ. Жаймен түсіндіру керек. Дұрыс емес мынау деп. Оны Нұрғиса айтқан дұрыс. Мен неге оны аңдуым керек? Мен көргенімді айттым. Оны талай болып жатқан жасында. Сосын осы жерде сол бірінші сендер сондайды тақуалықты қалыптастыруды, соны аңғарымпаздық, соны үйренсеңдер, сезімнің аңғарымпаздығы дейді. Сосын әрі қарай ана ақылыңды өседі, істеріңді алға жүреді. Болашақ әйтеуір соның бәрі алдарыңнан тәжірибе кезеді. Енді сол мына жұптың өзін менде мынандай өлеңмен не қылайын, жаңа айтылған әңгімелердің тұжырымдамасы, көңілдің сыры. Шешем менің тәнеді, әкемнен жан енді, көңілім деп маған періштелік мән берді. Көңіл деген адамның періштелік сипаты. Бала едім шаттықты, іздеген таза ақтықты, шешемнен сезім кеп, ұмыттым ісін сақтықты. Жігіт боп мен өстім, әкеден жібестім, тән шешем қамын жеп, белсеніп іске кірістім. Мақтаным қызығын, дүниенің бар қызылын, іздедім тоқтамай нәпсінің шат қызуын. Балалықпен қоштасып, жүрдім мен достасып, түпсіздің соңында тән шешем жақтасып. Жалаңаш жалаңбас, тән шешем арқылмас, азығым арамас болып, жан әкемнен болдым қас. Түзелмес мінемес, деді әкем қылмай кес, үнімді тыңдамай боласың деп құр елес. Білімге болып мас, дәстүрмен болдым қас, шайтанмен ұялас, жүрекке жинаптас. 40-қа жас келді, тән шешем жасы еді, қызуы басылып Жанекеме дес берді. Жанеке жылаған мені деп тыңдасаң, желікпе көңілдеп жан жаққа қарасаң. Тәндегі көп кейіс, ақылға сын теріс, сарайды көктегі табалсаң, сол бейіс. Оң солың қарасаң, кітабы тағдырдан, артыңда атанаң, естілік жалғансаң. Меңгеріп тінісін, білім ал тынысың, ақылдал ағадан орындап жұмысын.
бейне боп ұжданды, мәңгілік мен жанды, көктегі жұлдыздан келдірсең хабарды. Ұрқынан анаңды, жеріңнен нұр барды, әулие әмбилер ғылыммен қолдауы. Құдайлық жобаны көңілің ашқанды, тазасын кім тапсы, дінімен исламды. Періште балаңды, адамның баласы, өсірсең адамзат, мәңгілік ол жанды. Бұл да енді бір шабыт келгенде жазғаным ғой. Сонда жаңағы әңгімелердің тұжырымы сол да. Біздің періштелік болмысымыз сол көңілімізде тұрды. Тән шеше жан әке.